Музей ондағы экспонаттардың ерекшеліктеріне қарай сізді уақыт машинасы секілді тарих қойнауына алып кету мүмкін. Ал біз көрсететін көрме тек әкетіп қана қоймай, өзге елдің естеліктеріне қарай баурап аламын дейді. Бұл иммерсивті галерея өнер құшағына Оянмен бірге. Заманауи технология көмегімен адамда көркем өнер туындысына сүңгітіп жіберуді көздейтін трендті мәдени ынтымақтастық аясында Италия елшілігі қолданбақ. Біз Ренессанс дәуіріне сапар шекпекпіз. Көрмеге келіп, қайтөрлеу дәуірінің шеберлері Леонардо, Рафаэлло, Микеланджело, Боттичелли, Монтенья, Тициано, Мазаччоның үздік туындыларына жаңаша көзқараспен куә болдық. Қазақстанда тұңғыш рет ұсынылған скриптомонент басылымы галереясы осыған дейін Рим, Генуя, Тайбэй, Сингапур көрерменін тәнті етіпті. Құрастыруға 2 күн кеткен жобаның құны да әжептәуір жоғары болып шыққан. Around 100,000 euro just for the organization. 100,000 евроны осы жобаны ұйымдастырып, техникалық құрылғыларды әкеліп, іске қосуға жұмсадық. Және осыған дейін жылдар бойы медиа материалдарды эксклюзивті түрде түсіріп, жинақтаған еңбегіміз тағы бар. Ол да өте бағалы. Өнер туындыларының түп нұсқасын өз көзімен көру екінің біріне бұйыра бермейтін мүмкіндік екенін ескерсек, әрі оларды жергілікті музейінде сақтап қана қоймай, әлемге паш етіп, жақынырақ қылу мақсатымыз деп таныған соң, материалдық жағынан гөрі рухани құндылығына баса мән бердік. Италиялық Ренессанс мәңгілік сұлулық деп аталуда бекер емес. Тарих сынынан өткен, әлем сарапшыларымен мойындалған туындылар кімді болмасын тамсандырып, орта ғасырларға ғана емес, ойландырып өз ой тұңғиығына кететіні 15 минут ішінде түрлі эмоциялар сыйлайтыны мына бір реакциялардан байқалып тұр. Қандай әсер алдыңыз? Өте керемет әсер алдық. Мүмкін жаңағы мен даже подождите, дайте собраться мыслями. Мысалы, әлемге белгілі итальяндық сөйлеушілердің жаңа композицияларын осындай ауқымда көрсеткен өте керемет. Өте керемет. Яғни үлкейтіп, адамның жаңағы басын айналдырып, мүмкін жаңа орысша айтады погружение, да, сол ғасырдың жаңағы мәдениетіне керемет сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Ну вот сам период Ренессанса, да. Ренессанс заманы адамға жеке құбылыс ретінде ерекше көңіл бөлген дәуір. Оған дейін адамзат күнәһар лас жаратылыс деп қана қабылданды. Бұл суреттерде бет ажарындағы әжіміне дейін зор ықыласпен салынуы Ренессанстағы таным түсініктің басқаша болып өзгергенін айғақтайды. Және де мен бұл суреттерде негізі сол жылдардағы айырмашылықты көрдім бізді жылдарға қарағанда. Себебі ол кездерде толық әйел деген ол әдемі болған, ал қазіргі кезде бізде фитнес деген болған. Фитнес не істеп, соның кесірінен сұлулық стандарты өзгерген. Суреттегі оқиғамен адамдармен қоршалып, сол әлемге өтіп кеткендеймін. Олардың тірі көрінгені сонша сипап жан асқың келеді. Сонда сіз өзіңізді суретші секілді сезіндіңіз бе, әлде суреттегі кейіпкер ретінде ме? Мен кейіпкер секілді сезіндім. Я, мен де ең жағымды дүние сол ма деймін. Бізден суретші шыға қоймас? Сұлусыздар ғой? Да Винчи не Рафаэлло сіздерден шабыт алар ма еді? Жаконданың әп-әдемі құрбысы болып шыға келер ме едіңіздер? Қой құрсын. Тамсанып шығып жатқан бұқара бұл туындылардың түпнұсқасын көру үшін Италияға барсақ, Еуропа араласақ деген ойда екені күмәнсіз. Ал ол шедеврлерді Қазақстанға алдырту Италия елшісінің ойында жүр екен. Түп нұсқаларды Қазақстанға келіп көрсету арманым. Болашақтан өткенге қарай бағытталып барамыз. Алдымен заманауи технологиялар, сосын сан ғасырлық туындылардың да кезегі келе жатыр. Ол бағытта жұмыс істеп жатырмын.
Италия Ренессансының 28 туындысы Астана тұрғындары мен қонақтарын 28 сәуірге дейін күтеді. Келіп, жымия жымыңдаған Джакондадан бастап жабық перде ішіндегі жабық кешке куә болып қайтыңыз.